Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 1-90-ға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: соғыстан кейінгі жылдардағы ауыл шаруашылығының жағдайын талдаңыз. Ауыл шаруашылығы жағымды жағы: соғыстан қатты зардап шеккен ауыл шаруашылығы біртіндеп қалпына келтіріле бастады. Мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған жоспарлар қабылданды. Ауыл шаруашылығы техникасы кеңінен қолданыла бастады. Бұл еңбек өнімділігін арттырып, ауыл шаруашылығының дамуына оң әсерін тигізді. Тың және тыңайған жерлерде игеру бағдарламасы қарастырыла бастады. Бұл қосымша егістік алқаптарының ашылуына мүмкіндік беріп, өнім көлемін ұлғайтты. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі біртіндеп артып, елді азық-түлікпен қамтамасыз ету тұрақтана бастады. Бұл шаралар ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен ықпал етіп, елдің экономикалық жағдайын жақсаруына септігін тигізді. Жағымсыз жағы: соғыс жылдары ауыл шаруашылығы техникасының көп бөлігі жойылып немесе зақымдалды. Техниканың тапшылығы айқын байқалып, бұл егіс пен өнім жинау жұмыстарын кешіктірді. Тұқым, тыңайтқыш және басқа да ауыл шаруашылығы үшін маңызды материалдары жетіспеді. Бұл өнімнің сапасына және мөлшеріне кері әсерін тигізді. Елде қуаңшылық болып, ауыл шаруашылығы өнімдері қатты зардап шекті. Егіннің аз болуы азық-түлік тапшылығына әкелді. Жалпы соғыстан кейінгі ауыл шаруашылығы саласында қалпына келтіру жұмыстары баяу жүріп, көптеген қиындықтар мен ресурстардың жетіспеушілігі байқалды. Келесі: мал шаруашылығы жағымды жағы: соғыстан кейін мал басын қалпына келтіруге және көбейтуге үлкен мән берілді. Мемлекет мал шаруашылығына қолдау көрсетіп, оның нәтижесінде мал басы біртіндеп өсе бастады. Бұл ет және сүт өнімдерінің өндірісін арттырды. Мал шаруашылығын дамыту үшін мемлекет арнайы бағдарламалар мен жоспарлар қабылдады. Жем-шөп өндіру үшін егістік жерлер кеңейтіліп, мал азығының сапасын жақсарту жұмыстары жүргізілді. Бұл малдың өнімділігін арттырып, олардың сапалы қоректенуін қамтамасыз етті. Ал жағымсыз жағына келетін болсақ, соғыс жылдарында мал басының көп бөлігі қырылған немесе жарамсыз болып қалғандықтан, қалпына келтіру кезеңі баяу жүрді. Мал шаруашылығындағы өндірістің төмендеуі азық-түлік тапшылығын туындатты. Шаруалар өте ауыр жағдайларда жұмыс істеп, жұмыстың бар ауыртпашылығы мен қиындықтарын көрді. Жайылымдық жерлердің азаюы мал азығының тапшылығы мен мал өнімдерінің төмендеуіне себеп болды. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру бойынша қатаң мемлекеттік жоспарлар бекітіліп, шаруаларға жоғары талаптар қойылды. Бұл жоспарларды орындау қиындық туғызды, өйткені ресурстар мен техника жетіспеді. Келесі екінші тапсырма: берілген сурет бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Хайдаровтың картинасы қандай тарихи оқиға туралы ақпарат беретіндігін жазыңыз. Бұл сурет Семей полигонында атом бомбасының жарылуы туралы ақпарат береді. Тарихи оқиғаның орын алу себептерін жазыңыз. Бұл оқиға ядролық қару сынақтарын өткізгендіктен орын алды. Тарихи оқиға барысынан мысалдар келтіріңіз. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы жер асты мен әуе кеңістігінде жасалды. 1949 жылдың 29 тамызында Семей полигонында алғашқы атом бомбасының сынағы жасалды. Бұл КСРО-ның ядролық қару жасау саласындағы алғашқы қадамы болды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. Тарихи оқиғаның салдарын жазыңыз. Полигон аумағында және оған жақын жатқан аймақтарда ауа, су, топырақ радиациялық қалдықтармен ластанды. Радиацияның әсерінен қатерлі ісік аурулары жиі кездесетін болды. Полигон аймағындағы радиациялық әсер бірнеше ұрпаққа дейін созылып, генетикалық мутацияларға алып келді. Бұл көптеген туа біткен кемшіліктері бар балалардың дүниеге келуіне себеп болды. Семей полигонындағы атом бомбаларының жарылыстары
экология мен халықтың денсаулығына үлкен зиян келтірді. Полигонның зардаптары әлі күнге дейін сезіліп, Қазақстанның тарихында ауыр кезең болып қала бермек. Тарихи оқиғаның салдарын тоқтату туралы шешім қашан қабылданғандығын жазыңыз. 1991 жылдың 29 тамызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей ядролық сынақ полигоны ресми түрде жабылды. Соңғы 3-ші тапсырма. Берілген сурет бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Сурет қандай тарихи оқиғадан хабар беретіндігін анықтаңыз. Сурет тарихта тұңғыш рет адамзаттың ғарышқа ұшуы туралы мәлімет береді. Тарихи оқиғаның орындалған уақытын жазыңыз. Оқиға 1961 жылы 12 сәуірде орын алды. Оқиғаның жағымды нәтижелерін жазыңыз. Ғарышқа ұшу жаңа ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беріп, жердің экологиялық жағдайын бақылауға, қоршаған ортаға әсерді бағалауға және экологиялық апаттарды алдын алуға мүмкіндік берді. Оқиғаның жағымсыз салдарларын жазыңыз. Ғарышқа ұшу кезінде атмосфераға зиянды газдар мен қалдықтар шығарылады. Бұл экологиялық ластану мен озон қабатының бұзылуына себеп болуы мүмкін және ғарышқа ұшу үлкен қаржылық шығындарды талап етеді. Осымен БЖБ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.